Егер сіздің беліңіз 3 айдан жоғарғы уақытта мазалайтын болса, ауру сезімді басатын препараттар сізге көмектеспей жататын болса, бұл созылмалы спецификалық емес бел ауруы болуы мүмкін. Бұл кезде сіз қанша обезболивающий препараттар қолдансаңыз да, қандай лечение алсаңыз да, ешқандай эффект болмайды. Не үшін? Өйткені біздің миымызда болевая память деген болады, яғни мида бел ауырып тұр деген сигнал сақталып қалады. Бұл сигналды алып тастау үшін сізге невропатолог дәрігеріне қаралу керек. Сол кезде сізге антидепрессант тағайындау арқылы осы сигналды алып тастауға болады. Ал егер бұл сигналды алмайтын болсаңыздар, қанша жерден керемет лечение алсаңыз да, сіздің бел ауруыңыз қайтпайды. Өйткені бұл память ретінде сізде сақталып тұр. Сондықтан міндетті түрде сізге невропатологтың консультациясы керек. Егер сіздің жақындарыңыздың бел ауыратын болса, осы видеомен бөлісуді ұмытпаңыз.